Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, жұмсақ, нәзік болып шығатын эклері дайындаймыз. Маралмен бірге болып, видеоның соңына шейін көріңіздер. Ең алдымен қайнатпалы қамырымызды жасаймыз. Сотейнигімізге суымызды, сүтімізді және де сары майымызды қосып, жай отқа қоямыз. Сары майымыздың ерігенін күтеміз. Сары майымыз толығымен еріген соң құмшекер мен тұзымызды қосып араластырамыз және де еліктен өткізілген ұнымызды бірдесінен қосып, жақсылап қамырды араластырып алатын боламыз. Және де бұл сәтте пештің астын өшірмеңіздер. Жақсылап араластырып болған соң 1 минут тағы да пеште ұстаймыз және пештің астын өшіріп, осы массамызды бөлек ыдысқа аударып алатын боламыз. Біздің қайнатпалы қамырымыз тез су үшін бөлек ыдысқа аударып аламыз. Және де құрамында ұнның араласпаған бөлшектері қалып кеткен болса, осы сәтте араластырып алсаңыздар болады. Осы массамызды 50-60 градусқа дейін суытуымыз қажет. Миксердің қамыр араластыратын насадкасын кигізіп, жұмыртқамызды біртіндеп қоса отырып, жақсылап тұрып араластырамыз. Екінші жұмыртқамызды дәл осылай қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі жұмыртқамызды да дәл солай қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Қамырымыздың дайын екенін білу үшін 4-ші жұмыртқамызды қосып болған соң венчиктің басына шамал қамырымызды алып жоғары көтереміз. Және де қамырымыз 3 бұрышты болып ағып түсетін болса, қамырымыз дайын болды деген сөз. Міне қараңыздар, біздің қамырымыз түспеді. Яғни келесі жұмыртқамызды, яғни 5-ші жұмыртқамызды жақсылап араластырып, жарты бөлігін қамырымызға қосамыз және тағы араластырып қамырымызды тексеріп көреміз. Бұл сәтте де біздің қамырымыз дайын болмады, 3 бұрышты болып түспеді. Сол себепті қалған жұмыртқамызды, яғни 5-ші жұмыртқамыздың толығымен барлығын қостық, араластырып тексереміз. Қамырымыздың шамалы бөлігін венчикпен аламыз және венчикті жоғары қарай көтерген кезде 3 бұрышты болып ақты. Яғни біздің қамырымыз дайын болды. Кондитерлік қалташаға кез келген насадканы кигізіп, қамырымызды салып аламыз және де силиконды ковриктің үстіне не болмаса пергамент қағаздың үстіне осында ұзынша етіп орналастырамыз. Және де қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 30-35 минут дайын болғанша пісіреміз. Егер сіздердің эклерлеріңіз пісіп болған соң отырып қалатын болса, онда сіздер эклерді толығымен пісірмей духовкадан алып қойғансыздар. Пісу барысында духовканы ашуға болмайды. Эклеріміз пісіп дайын болғанша творожный крем дайындаймыз. Ол үшін мұздай холодильниктен шыққан творожный сырымызға мұздай 33-35% сливкиімізді құямыз. Оған сахарная пудрамызды саламыз. Мен сахарная пудраны кофемолканың көмегімен осылай қолдан жасап аламын. Барлығын миксердің көмегімен миксерлейміз. Қою өзін-өзі ұстап тұратын форма шыққанша миксерлеуіміз қажет. Эклеріміз дайын болды. Жақсылап суыған соң пышақтың көмегімен жанын кесеміз. Алдын ала дайындалған кремімізді кондитерлік қалташаға құйып алып, арасына құйып шығамыз. Қазақстан шоколадына сливки қосып, 10-15 секунд сайын араластыра отырып микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Бұл біздің глазуріміз. Эклеріміздің бетіне қасықтың көмегімен глазурды жағып шығамыз. Не болмаса малып жақсаңыздар да болады. Эклеріміз дайын болды. Өте жұмсақ, нәзік, ауызға еритін пирожнойлардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып қоюды ұмытпаңыздар. Және де төмен жағында поделиться батырмасын басып, осы видеоны жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.